Биыл қысқы маусымда Түркістан облысы бойынша 50 шақты автокөлік қар құрсауынан шығарылып, 30-ға тарта азамат құтқарылған. Ал бұл жұмыстарды оңтүстік жолдары мекемесі төтенше жағдайлар департаменті мамандарымен бірлескен түрде жүзеге асырған. Сонымен бірге облыстық маңыздағы жолдар бойынша 5 асуда тұрақты көлік қозғалысы қамтамасыз етіліп, 4 жылыту бекеті қызмет көрсетіп келеді. Ал әрбір аудан қалалар бойынша жолдарды қардан тазартушы мекеме тарапынан тиісті шараларға 130 техника жұмылдырылған. Түркістан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына қарасты оңтүстік жолдары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны өңіріміз бойынша жалпы ұзындығы 4152 шақырым жолдарға жауапты болса, мекеме теңгерімінде 130 арнайы техникалар бар. Олардың көмегімен мекемеге қарасты аудан қалаларға бөлінген бригадалар облыстық маңыздағы жолдарды күтіп ұстау, қыста қардан тазарту, жазда ойылған жерлерін жамап, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу және жол белгілерін орнатумен айналысады. Ал биылғы қысқы маусымда оңтүстік жолдары төтенше жағдайлар департаменті мамандарымен бірлескен түрде 50 шақты автокөлікті қар құрсауынан шығарып, асуларда қалып қойған 30-ға тарта жолаушыларды құтқарған. Бүгін таңда мекеме облыстық маңыздағы жолдар бойында орналасқан 5 асу мен 4 жылыту бекеттеріне жауапты болып табылады. Осылай деген мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын басшысының орынбасары әрі бас инженері Сейітжан Бегмырзаевтың айтуынша, күні кеше Кентау, Түркістан қалалары мен Отырар, Бәйдібек, Созақ аудандарына түскен қардан кейін де жолдар уақытылы тазартылып үлгерген. Кешегі уақытта барлық жерде уақытылы қардан тазартылды. Жолдардың бәрі ашық, ешқандай бір келеңсіз оқиғалар орын алып, жолда автокөліктер қалып қойған нелер болған жоқ. Уақытылы дер кезінде жолдар ашылды. Құм тұздарымыздың бізге қазір берілген объем жетеді. Артығымен бар. Қазірде жанар жағармайымыз да, инертті материалдарымыз да барлығы жеткілікті. Кешке жауған қардан ұзақ жолдар болды, бірақ олардың бәріне кеше түнімен бүгін таңертеңнен бастап құм тұздары уақытысында себіліп, қазір жолдардың бәрі автокөліктер жүріп жатыр. Ешқандай жерде мұзтайғақ жүргізілген жоқ. Жалпы техникалар жеткілікті. Қосымша биылдың өзінде қосымша оңтүстік жолдар мекемесіне бір погрузчик техника салынды. Қазіргі жоспарлап жатырмыз, тағы да бір КДМ автокөлігін алу, КамАЗ автокөлігін КДМді алу, осы Құда қаласа биылғы жылға аламыз деген жоспарда бар. Қыс маусымынан кейін бірінші кезекте біз мынау ойық шұқырларды жамаймыз. Бірінші кезекте ойық шұқырларды жамау, сонымен қатар жол жолақтарын сызып, мына көктемде одан кейінгі әр жұмыстың өзін жоспарлап қойған, сол жоспарына сәйкес істелінеді. Қазіргі таңда бізде жылыту бекеттерінің 4 жылыту бекетіміз бар. Бәйдібек ауданында 2, Шыбықбел, Одаманбұлақ асуында, сонымен қатар Созақ ауданында 2, ол Таскөмірсай мен Ащысай асуларында орналасқан. Ол жерлерде бізде күнделікті жұмысшылар, сөзде қарауылымыз бар. Жолда қалып қойған адамдарға тамақ продуктілер беріледі. Жылыту бекеттерінде бізде көміріміз, светіміз, жаңағы жылыту бекеті, әр жылыту бекетінде 10 адамға орын койкалар дайындалған. Оңтүстік жолдары мекемесінің арнайы техникалары мен аудан қалалардағы бригадалары биылғы қысқы маусымда да облыстық жолдарды уақытылы қардан тазартып, көлік жолдарында төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында еңбек етті. Бұл бағытта мекеме аудан ауыл әкімдіктері және төтенше жағдайлар қызметімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Күн райы шуақты саналатын Түркістан облысында қыс мезгілінің аяқталып келе жатқандығын ескерсек, көктемнен бастап оңтүстік жолдары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны бүлінген жолдарды жөндеумен айналыса бастайды. Абай Омаров, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасы.